119 сабақ. Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу. Бірінші тапсырма. Дәптерге суреттегідей нүкте қой. Дәптерге нүкте қоямыз. Оны А әріпімен белгілейміз. Осы нүктенің оқылуы А нүктесі. Енді дәптерге 6 нүкте белгілейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оларды бір-бірінен ажырату үшін әрқайсысын әріптермен белгілейміз. Е нүктесі, К нүктесі, М нүктесі, П нүктесі, Т нүктесі, О нүктесі. Енді осы нүктелерді атаймыз. Е нүктесі, К нүктесі, М нүктесі, П нүктесі, Т нүктесі, О нүктесі. Екінші тапсырма. Дәптерге кесінді сызамыз және оның ұштарын суреттегідей А және Б әріптермен белгілейміз. Енді А және Б әріптермен белгіленген кесіндінің оқылуы А және Б кесіндісі немесе Б А кесіндісі. Б А түзуі немесе А Б түзуі деп атаймыз. Екінші баған. Суретке қара. Кесінділер мен түзулерді белгіленуі бойынша ата және дәптерге жаз. А Е түзуі кесіндісі. Д О кесіндісі. Б С түзуі. П С кесіндісі және К М кесіндісі болады. Үшінші тапсырма. Сүйір бұрыштың төбесін Е әріпімен, тік бұрыштың төбесін К әріпімен, доғал бұрыштың төбесін О әріпімен белгіле. Бұрыштың қабырғаларын басқа әріптермен белгіле. Осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді ата. Алдымен бұрыш дегеніміз не екенін есімізге түсірейік. Бұрыш деп бір нүктеден шыққан екі сәуленің арасындағы фигураны бұрыш деп атаймыз. Сүйір бұрыш дегеніміз геометрияда 90 градустан аз бұрыш сүйір бұрыш деп аталады. Мысалы, 30 градустық бұрыш сүйір бұрыш болады. Себебі 30 градус 90 градустан аз. Доғал бұрыш дегеніміз 90 градустан көп бұрыш доғал бұрыш деп аталады. Мысалы, 120 градустық бұрыш доғал бұрыш болады. Себебі 120 градус 90 градустан көп. Ал тік бұрыш дегеніміз 90 градусқа тең бұрыш тік бұрыш деп аталады. Демек, тік бұрыш бізде мына фигура екен. Бұрышы 90 градус болады. Мына фигура доғал бұрыш. Өйткені ол 90 градустан үлкен. Мына фигура сүйір бұрыш. Бұл 90 градустан кіші. Енді сүйір бұрыштың төбесін Е әріпімен белгілейміз. Тік бұрыштың төбесін К әріпімен белгілейміз. Доғал бұрыштың төбесін О әріпімен белгілейміз. Енді осы бұрыштардың төбесін басқа әріптермен белгілейміз. Қабырғаларын басқа әріптермен белгілейміз. А және С, Е және В, Е және П, доғал бұрыштығы О және Ф, О және Н. Осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді атаймыз. Тік бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелер А, К, К, С. Сүйір бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелер Е, В, Е, П. Доғал бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелер О, Ф,
О-Н. Төртінші тапсырма. А-Б және К-М кесінділерін өлше. К-М кесіндісі А-Б кесіндісінен неше сантиметр ұзын? Алдымен А-Б кесіндісін өлшейміз. А-Б кесіндісі 3 сантиметр болады. Ал К-М кесіндісі 5 сантиметрге тең. Енді А-Б кесіндісі К-М кесіндісінен неше сантиметр қысқа, немесе К-М кесіндісі А-Б кесіндісінен неше сантиметрге ұзын екенін анықтаймыз. К-М кесіндісі 5 сантиметр. А-Б кесіндісі 3 сантиметр. Демек, 5 сантиметрден 3 сантиметрді азайтамыз. 5 сантиметрден 3 сантиметрді азайтсақ, 2 сантиметр болады. К-М кесіндісі А-Б кесіндісінен 2 сантиметрге ұзын. 5-ші тапсырма. Түзу сыз. Оның бойынан С және Д нүктелерін белгіле. Сонда С-Д кесіндісінің ұзындығы 1 дециметрге тең болсын. Осы кесіндінің бойынан Е нүктесін белгіле. Сонда С-Е-нің ұзындығы 6 сантиметрге тең болсын. Е-Д кесіндісінің ұзындығын өлшемей ақтап. Балалар, алдымен түзу сызып аламыз. Түзу сызып алдық. Енді С-Д кесіндісінің ұзындығы 1 дециметрге тең болу керек. Демек, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Осы кесіндінің бойынан Е нүктесін белгілейміз. Сонда С-Е-нің ұзындығы 6 сантиметрге тең болсын. Яғни, С-Е-нің арасы 6 сантиметрге тең болу керек. Е-Д кесіндісінің ұзындығын өлшемей ақтабамыз. Демек, Е-Д кесіндісінің ұзындығы 4 сантиметр болады. 6-ші тапсырма. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 6-ны 3-ке көбейтеміз. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18. 18-ді 3-ке бөлсек, 6 болады. 6-ға 47-ні қоссақ, 53-ке тең. Енді 3-ті 3-ке көбейтеміз. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9. 9-ды 1-ге бөлсек, 9. 47-ге 9-ды қоссақ, 56 болады. Келесі бағандағы тапсырманы орындап көр. 7-ші тапсырма. Кез келген кесінді сыз. Оның ұштарын әріптермен белгіле. Сәуле сыз және оның басын әріппен белгіле. Белгіленуі бойынша осы фигураларды оқы. Балалар, алдымен кесінді сызып алайық. Кесінді сызып алдық, енді оның ұштарын нүктемен белгілейміз. Белгіленуі бойынша нүктелерді әріптермен белгілейміз. А және Б. Бұл А, Б кесіндісі болады. Ал енді сәуле сызамыз. Енді сәуленің басына әріп қойып белгілейміз. Менде О сәулесі шықты. 8-ші тапсырма. Кел, ойнайық. Күшікке үйшігіне жету үшін ең қысқа жолды табуға көмектес. Жоғарыдағы бірінші жолды есептеп көрейік. Жоғарыдағы жол 39 метрге тең. Енді ортадағы жолды есептейік. Ортадағы жолдың ұзындығы 17 метр. Енді төменгі жолды есептейміз. Төменгі жол 22 метрге тең. Демек, ортадағы жол
ең қысқа жол болып табылады.